Сәлеметсіздер ме оқушылар, біздер бүгін қазақ тілі сабағынан В дыбысы туралы тақырыппен танысатын боламыз. В дыбысын біздер бірінші сыныптан бері қарай білеміз. В дыбысы дауыссыз дыбыс, дауыссыз дыбыстардың ішінде ұяң дауыссыз дыбыстарға жатады. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз 24-ші қоңырауша. Мен сіздерге мына жерге оқулықтың бетшесін қойып қойдым. Осы бойынша біздер қазір тақырыппен таныс болайық. Ең алғаш 20-ші жаттығуға қарайық. 20-ші жаттығуда мәтінді оқы делінген. Бір рет мәтінді оқып шығайық, тыңдаңыздар. Велосипед сөзі желаяқ деген ұғымды білдіреді. Оның түрлері көп. Автомобильдің жүк салғышына сыйып кететін шағын немесе жиналмалы велосипедтер бар. Оларды жолаушылар өзімен бірге трамвай, автобусқа алып кіре береді. Велосипед қоршаған ортаға қауіпті емес. Велосипед тебу аяқ бұлшық еттерін жаттықтырып, сені шымырғылады. Сондықтан оны басты көлігің ретінде таңдауың экологияның жақсаруына қосқан үлесің болып саналады. Яғни бұл жерде мәтін айдан анық, не туралы айтылып тұрғаны, мәтін не туралы, яғни велосипед туралы. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырыңдар дейді. Бұл ауызша. Мәтіндегі В дыбысы бар сөздерді тауып, бұл дыбыстардың айтылу ерекшелігін байқа. В. Велосипед, автомобиль, трамвай, автобус. Тағы да велосипед қайталанады, олар керек емес. Яғни велосипед, автомобиль, трамвай, автобус дейтін 4 сөздің ішінде кездеседі екен. Және назар салып қарайық балалар. Велосипед сөзінде В дыбысы сөздің басында тұр. Автомобиль сөзінде В дыбысы сөздің ортасында тұр. Трамвай сөзінде сөздің ортасында тұр. Автобус сөзінде тағы да ортасында тұр. Кеше біз дыбысы тек қана сөздің басында келеді дедік. Ал бұл жерде бізде сөздің барлық ортасында да келе береді. Және бұл да кешегі дыбысы сияқты көбіне орыс тілінен енген сөздерде кездеседі екен балалар. Мінекей біздің В дыбысына берілген ережеміз көктік 4 бұрыштың ішінде берілген екен. Тыңдап шығайық және есімізде мұқият сақтап алайық. В ұяң дауыссыз дыбыс. Ол сөздің барлық буынында келе береді. Мысалы, вагон бірінші буында тұр. Автобус бірінші буында тұр. Паровоз соңғы буында тұр. Және Асқаров соңғы буында тұр. Және сөздің соңында тұр. Көбіне адамдардың есімдерінің соңындағы тектерінде, яғни фамилияларында В-мен аяқталады. Жақсы, бұл ауызша тапсырма болатын. Енді 21-ші жаттығуды жазбаша түрде орындаймыз. Мәтіннен В әрпі бар сөздерді теріп жазып, оларға дыбыстық талдау жаса. Мәтінде отырған жаңағы 20-ші мәтін. Осының ішінде 4 сөзді таптық. Велосипед, автомобиль, трамвай, автобус. Осы 4 сөзге балалар дыбыстық талдау жасаймыз. Дыбыстық талдауды барлығымыз білеміз. Велосипед сөзінде неше дыбыс бар, неше дауысты дыбыс, неше дауыссыз дыбыс. Олар қандай дыбыстар, соларды жазуымыз керек. Бұл жазбаша түрде орындайсыздар бұл тапсырманы. Сосын 22-ші тапсырма. 22-ші жаттығуды өздеріңіз орындайсыздар. Бұл жерде көп нүкте берілген, көп нүктенің орнына қалып қойған әріпті қойып, 4 сөйлем. Бұл мәтін емес балалар. 4 сөйлем, 4 түрлі мазмұнда берілген 4 сөйлемді дәптерімізге көшіріп аламыз. Осыменен бүгін біздің сабағымыз аяқталды. Суретке түсіріп, окей етуіске жүктеңіздер.